Так, обзор терминал Sony V2S. Универсальный терминал с системой учета программасымен. Так, сырт жағынан өтейік. Сырт жағында қапталында бір отверстие бар, ол зарядтайтын отверстие, мягко зарядталатын отверстие. Мына жағында сканер ететін кнопкасы. Сол жағында тоже сканер ететін кнопкасы. Жаңағы кнопканы басқанда сканер ашылады. Кнопка блокировки, включения, выключения и кнопка громкости. Жаңа если сканердің дауысы қатты шығып жатса, оны азайту, көбейтуге болады. Так, мына жағында съемный батарейкасы. Крышканы ашып, батарейкасын ауыстыруға болады. Сосын батарейканың артында сим картасы бар. Сим карта жаңа 4G, кәдімгідей Tel, Билайн, любой қабылдай береді. Так, и встроенный Wi-Fi модуль бар, Wi-Fi мен де жұмыс істей береді. Кәдімгідей полноценный телефон сияқты, Android телефон сияқты. Так, мына жақта сол жаңа считывателі бар, камерасы бар. Так, енді мына жақта жаңа встроенный лоток для печати. Мына былай щелкать етсеңіз ашылады. Ішіне қағаз салынады, 58-ді кәдімгі банковский қағаз. Бүйтіп салынады, кішкене шешіледі и былай крышкамен жабылады. Так, мына жақта зубчиктері бар, өзінің қағазды кесетін, бүйтіп кесіп ұстайсың. Так, енді программа жағынан өтейік. Так, терминалда екі программа бар. Айнұр пост касса. Мынау кассаға арналған программа, осымен основной кассамен жұмыс істейсіз. Мынау складпен жұмыс істейсіз. Сосын дополнительный программалар да болады. Мысалы, Каспи Pay, Халық Pay, если мысалы сізде терминал жоқ болса, телефонмен жаңа QR көрсетіп сатып жатқан болсаңыз, телефон бөлек емес, сразу осы терминалмен де Каспи Pay'ді регистрация жасап, сонымен сата аласыз. Жаңа QR-ды ашып. Жаңа для удаленного доступа Anydesk бар, Play Market и жаңағы сообщение и звуковой программасы бар. Телефонияға. Так, сосын кәдімгі Android устройство сияқты мына жағында. Жаңа Bluetooth, нелері, мобильные данные и так далее. Так, енді сразу жұмысына кірісейік. Ең бірінші товар енгізу керек болады сізге. Сол себептен либо өзіңіз телефонымен, либо осы жаңа терминалмен товар енгізе аласыз. Оны неге айнопост складқа кіреміз. Осы приложение сіздің телефоныңызда да болады. Так, мынау қазір главный доступпен кіріп тұр, сразу барлық функция көрсетіп тұр, жаңа главный отчет и так далее. Сізде терминалда тек ограниченный доступ тұрады, тек жаңағы склад жұмысына арналған. Сізде мысалы сразу товар услуги деп ашылады. Сізде товарларыңыз пустой болады. Так, мына жақта ештеңе болмайды. Енді жаңа товар енгізу үшін біз жаңа товар услуги өтеміз. Сізде уже өтіп тұрады. И жаңадан товар енгізу үшін мына астында плюс клавишін басамыз. Сосын создать товар дейміз. Мына жақта товардың атын жазамыз. Мысалы осы товар деген бір аксессуар и так далее. Так, мультипаст деген. Товардың аты мультипаст. Так, енді штрих-кодына, если осы товардың штрих-коды бар болса, мысалы көбінесе аксессуарда телефон нелерінде нері бар штрих-кодтар. Біз әшейін мынау боковой кнопкаға басып штрих-кодын мынақа енгізіп жібереміз. Все, штрих-коды енгізілді. Если штрих-коды жоқ болса, біз мына генерировать басамыз, чтобы если что, сол штрих-кодпен қолдану үшін. Так, келесі сату бағасын қоямыз, 250, мысалы келу бағасы там 100 теңге. Так, единственный штучный товар. Енді астыға түсеміз да. Категория. Мынау мысалы қандай категория жатады? Мынау мысалы аксессуар, там телефон, зарядки деп атайды екен мысалы. Зарядки. Все, мына жақта плюсқа басамыз, все категория отырады. Так, все. Так, зарядки. Так, категория. Мына отырды. Да, обновлениесі болған соң сразу реакция бермейді. Все, зарядка категория отырды. Ну, сол зарядка галочка қоямыз да, назад дейміз. Сосын ең астында начальный астында, если қазіргі іште неше бар екен білсек, сол товардың начальный астына кіреміз да, и мына магазин оң жағында неше мысалы 20 штук бар қазір. Все, мына назад дейміз да, и галочка басамыз. Все, товар отырды.
по желанию міне мультитач деп шықты, штрих-коды, жаңағы бағасы и өзі остаток подгружать етеді. Так. Бүйтіп жаңағы обновить етсек уже шығады остаток міне. Так, енді сол товардың мысалы бір жерін редактировать ету керек, атын, бағасын, или мысалы телефонмен енгізіп жатқан болсаңыз, даже фотосын салуға болады. Так, фотосын мына астына түсіп фотоаппараттың несіне значогына бассақ фото енгізуге болады. Так, енді мысалы біз бағасын өзгертейін деп отыр, сату бағасын. Мына цена деген түсеміз да. И сату бағасын өзгертеміз. Сохранить бас. Если жаңағы басқа бір затын өзгерту керек болса, остатоктен басқа остаток мына жақтың өзіміз деген категориясын мысалы басқа категория қоюға болады. Так. Енді товар енгізілді, сол товар бізде уже бар. Так, енді басқа товар енгізу үшін қайтадан плюсқа басып осылай енгізе береміз. Енді мынандай жағдай, дәл осы товардан тағы бар екен, іште тағы енгізу керек. Біз ол кезде мына үш полоска басамыз да, создать документ дейміз. И оприходование таңдаймыз. Получается, қазір іште бар болған товардың үстінен приход істеп жатыр, үстінен енгіземіз. Так, мына жақта добавить товар дейміз. Или сразу сол товардың штрих-кодын шиқылдатсақ, мына жаққа шығады мультитач. Біз соған басамыз да, и количество қоямыз. Неше мысалы 10 штук келді, тағы. Келу бағасы мысалы өзгерді, 1220 теңге. Если сол товардан вручную енгіземін десеңіз, без шиқылдауда, добавить товар десеңіз, мына жақтан поисктен іздеп, мультитач деп жазып таңдауға болады. Все, мына сохранить дейміз, бізде автоматически сол товар енгізіледі количествосы. Мына отмена дейміз, и мына уже 30 штук болды. Сол товардың историясына кірсек, мұны жазып тұр. Басында 20 енгізілді, сосын 10 штук. Если наоборот азайту керек болса, бір себептермен, мысалы дұрыс енгізілмей қалды, болмаса бракованный болды и так далее. Ол кезде мына жоғарысына создать документ дейміз да, списание деп таңдаймыз. Дәл солай сол товарды болмаса шиқылдатамыз, болмаса поисктен іздейміз, сол товар бас. И мына количествосын тереміз, 10 штук списать етіп жатыр. Вернуться документ дейміз. Все сохранить етеміз. Все, ол товар бізде 10 штук азаяды, өзі автоматически количество подгружать етеді. Мына 20 штук азайды. Так, енгізу, приход, списание, основной осы базовый нәрселер осымен істейсіз. Бүкіл жаңағы движениялар, мына движение товар деген жерде қимылдайды, мына списание болды, приход болды. Дәл солай сіз телефонмен де бәрін көре аласыз, осындай данныйлерді. Так, енді сату мәселеге келеге. Так, сату үшін Айнұрпос кассаға кіреміз. Так, ең бірінші бізде жаңағы интерфейс кассир ашылады, мына жақта кассирдің терезесі. Ең бірінші не істейміз, сменді ашамыз, открыть смену. Бірінші программа қосқанда мүмкін синхронизация етуге не істейді, синхронизация етеді. Біз әшейін күте тұрамыз, синхронизация етіп. Синхронизация не үшін жасалады? Мысалы, мына жақтан сатылып жатқан нәрселер сразу облакқа түседі, сразу телефон көре аласыз да. А если мысалы наоборот бірдеңе енгізілген, бірақ жаңа кассада көріну үшін ол кезде синхронизация ету керек, чтобы біз енгізген нәрсе сразу маяққа шықсын да. Сол, синхронизация етілді, енді открыть смену деп басамыз. Все, смена ашылды, окей деп басамыз. Маяқта жаңағы информация шығарып тұр, кассада осыны ақша бар екен. Сол ақшаны не істеуге болады, наличканы өзгертуге болады. Именно наличка, мысалы 10 000 теңге бар. Так, 10 000 деп тере аламыз. Маяқта себебін жазамыз. Мысалы, касса, комментарий. Все, 10 000 теңгемен біз сменді аштық. Міне бізде жаңа список программалардың аттары, список шығып тұр. Енді жаңағы сату мәселеге келгенде біз әшейін не істейміз? Так, бірінші программа функционал жағынан өтейік. Үш полоска бассақ, бізде не бар? Продажа, возврат, касса, операции, оплата долга, смены, журнал, лог действия. Так, и настройка. Так, біз қазір продажада тұрмыз, Енді мына жоғарысында бізде поиск бар. Поискпен іздеуге болады. Мысалы, жаңағы мультитач, муль десек тауып береді. Сол товарға басамыз да, все товар добавлен деп тұр, мына шығып тұр уже. Принять десек, мына товар уже списокте бар. Мықты мысалы количествосын өзгерте береміз. Сол товар басып удалить етуге болады, или скидка қоюға болады, мысалы 10%. Скидка теңгемен де қоюға болады, мына теңгеге өтеміз да.
екі жүз теңге скидка. Так, или удалить етуге болады. Так, бұл поискпен іздеу, иә. Енді екінші вариант. Основной немен сканермен жұмыс істейсіз, иә. Так, сканер. Шиқылдатамыз, сразу товар неге түседі. Келесі шиқылдатсақ, көбейе береді количествосы. Түсінікті, аяқтан количествосын көбейте береміз. Так, сосын продажа принятиеға басамыз. Так, принятиеға басамыз, бізде жаңа тип оплаты шығады. Наличный, карта или қарызға. Отсрочка дейді. Ол қарызға. Если наличкамен беріп жатса, наличный без сдачи деп таңдасақ болады. Сразу ұрылады. Или же мына подсказка беріп тұр, қандай купюра берді. Мысалы, 1000 теңге беріп тұр, иә, клиент. Все, сдачу 100 теңге береміз деп шығарып. Продолжить дейміз, и все, бізде продажа ұрылады, чек шығады. Чекті клиентке береміз. Новый документ деп, и жалғастыра береміз сатуды. Мысалы, шиқылдатты. Принять дейміз. Количествосын былай да өзгертуге болады, сразу 5 штук, иә, мысалы. Так, скидка мысалы қоюға болады. Так, 10%. Все, принять дейміз. И мысалы картамен болса, картамен Каспий халық стандарты бойынша, иә. Каспий деп таңдасақ болады. Если мысалы бөліп беріп жатса, мысалы жарты наличка, жарты Каспий, мысалы мына 1000 теңге наличка берді, қалған 350 Каспий берді. Все, Каспий дейміз. Бізде 1000 теңге наличный, 350 Каспий. Продолжить дейміз. Все, чек шығады. Так, қазір чек автоматически шығып тұр. Если қаласаңыз, оны настройкадан не істеуге болады, чтобы по запросу шықсын. То есть продажа ұрылады ғой, тек маған басқанда шығатындай да. Чтобы құрмаса қағаз не істемеу үшін, сонда істеуге болады жалпы. Қазір автоматически шығып тұр. Так, енді возврат, иә, мысалы мына продажа, біз жаңа продажа көрсеттік, возврат. Возврат, если бір себеппен возврат болып жатса, сол товардың штрих-коды бар болса, шиқылдатамыз. Если штрих-коды жоқ болса, поисктен іздейміз, мысалы жаңағы старекс. Так, если қате болса, осында қате шығады. Так, осы товардан, мысалы возврат болады. Все, количествосын мынадан 2, мысалы возврат болады, мынадан 2. Все, выдача дейміз, да. И тип возврат таңдаймыз, мысалы наличкамен қайтарып жатыр. Все, болды, продолжить. Бізде возврат алып тұрды. И чек шығады, возврат болды. Так, сосын қайтадан продажа өтеміз. Так, тағы не бар бізде? Кассовая операция, ол, если наличканы жүргізем десеңіз, мысалы қарызға бердіңіз біреуге, обедке біреуге бердіңіз, болмаса бір басқа себептер наличкамен расход болмаса, соны выдача істей аласыз. Мысалы 1000 теңге, там обедке, и категория платежа, мына стандартный себептер бар, там товарға, там и так далее. Так, в общем, выдача дейік, болды обедке. Все, бізде автоматически жаңағы 1000 теңге наличный шешіледі осы кассадан. Наличный пока жүргізбесеңіз де болады, сосын жүргізсеңіз де болады, проблем жоқ. Ол қатты маңызды емес. Так, сверка баланс, ол қазір наличка неше бар екенін көрсетіп тұр. Біздегі минус, өткен біз возврат істедік наличканы, сосын да минусқа кетіп қалды. Так, сосын оплата долга. Енді оны қазір көрсетеміз. Смены дейтін, мына жақта біздің ашылып жабылған смендер, қазір міне ашылып тұрған сменді көрсетіп тұр. Сол сменді кірсек, мына информация шығарып тұр. Так, кешкісін смені жапқанда осы жаңа отчет автоматически неден шығады, принтерден. Так, енді мына өткен смендер, Так, журнал чеков, жаңағы ұрылған продажалар мына осы жерде фиксироваться етіледі. Если бір клиентке чекті копировать етіп бер десе, мысалы, или чек шығармай қалды, қайтадан чек сұрап жатса, осы чекке басып, печать деп шығарып беруге болады. Так, енді мысалы қарызға, если қарызға беріп жатса, мысалы осы товардан қарызға беріп жатсыз, бірінші продажа принять деп баспай алдым, мына жоғарысында адамның суреті бар, соны басамыз да, и новый клиент создавать етеміз. Так, мысалы Маки, там 22-ші микрорайон деп, мысалы телефон номерінде теруге болады, мысалы осындай телефон номер. Все, добавить дейміз. Маки енгізілді. Енді принять десек, сол Макиның аты шығып тұр. Енді қарызға берем болса,
отсрочка деп басамыз и принять дейміз. Ол кезде барлық сумма қарызға есептеледі. Если барлық сумма емес, мысалы, так, 3000 теңгені наличкамен берді, принять дейміз и қалған 10 000 теңге қарызға, иә, 10 300 теңге. Все, принять дейміз, продолжить. Все, мына бізде жазылып тұр, қарызға 10 300 теңге алды, наличный 3000. Енді біз осы жерде макені іздесек, қазір мысалы маки. Мына маки шығып тұр, иә. Так, айтпақшы, оплата в долг функция қосылып тұрмаған жоқ шығар. Өйткені қазір мен синхронизация етейін. Так, продолжить смену. Мына шығып тұр. То есть өзі автоматически там через 2-3 минут синхронизация болған соң өзі шығады сразу. Мына маки осына қарыз екен. Так, жаңа 10 300 теңге қарыз маки. Қайта макені таңдап, соны атын ұра берсек болады. И қарызға есептеле береді. Если мысалы маки қарызды қайтарып жатса, біз жаңа оплата долга өтеміз да, макиге өтеміз. Макенің продажасына кіреміз да. И қалай қайтарып жатыр, иә, мысалы наличкамен қайтарып жатыр. Бәрін қайтарып жатыр, иә, мысалы. Продолжить дейміз. Все, қарыз қайтарылды, енді маки уже қарыз емес бізде. Так. Продажаға өтсек, маяқтан маки деп. Все, макиде уже қарыз жоқ. Так, енді кешкісін бәрін жұмыс аяқтаған соң сменға кіресіз да. Закрыть смену деп басасыз. Қазір кассада осындай ақша бар екенін көрсетіп тұр. Все, болды. Если сол ақшаны шығарам десеңіз, касса операция өтесіз да, выдача дейсіз да. И мысалы 5000 бар еді жаңа кассада, сол 5000-ді шығарып тастаймыз. Маяқта выдача дейміз. Ну, типа инкассация болады. Все, ақшаны шығардық. Так, енді қайта неге? Так, мына очередьтен алып тастайық. Айтпақшы, если мысалы клиентті ұрып жатыр продажаны, бірақ ол клиент қазір бір жерге шығып келемін дейді, сіз оны отложить етсеңіз болады. Ол кезде мына отложенде тұрады да, біз оны қайтадан таңдап жалғастыра берсек болады. Так, енді кешкісін сменді жаппай алдым. Мына закрыть смен десек, бізде мына кассада осыны 600 теңге қалды деп. Все, біз закрыть дейміз. Все, смен жабылады, и бізде итоговый отчет шығады. Итоговый отчет. Все, программадан шығып кетеміз. Таңертең келіп, қайтадан басып жалғастыра береміз.